27 шілде 2018 жыл. 3 апалы сіңілі қосылып әкесін Михаил Хачатурянды бірнеше рет пышақтап өлтірген. 17, 18, 19 жасар қыздар неге бұндай қиянатқа барды? Бізбен бірге болыңыздар. Бейнебаянды бастамай тұрып подписка, лайк басып қойыңыздар. Біз жалғастырамыз. 1996 жылы Михаил Хачатурян мен Аурелия Дундук танысқан. Ол Михаилға 19 жасында тұрмысқа шыққан. Үйленгеннен кейін Михаил әйеліне қол көтеруді шығарған. Бірінші баласы Сергейге аяғы ауыр болған кезде талай Михаил әйелін сабаған. Кейін туыстарының көзінше көшеде болсын, ол әйелін жұдырықтың астына алатын. Баласы Сергей дүниеге келгеннен кейін одан да өшін алатын. Тиісіп, ұрып та қоятын. Баласы Сергей 14-15 жасқа келген кезде әкесі оны далаға шығармаған. Оған шыдамаған Сергей әкесіне білдірмей сыртқа шығып жүрген. Оны білген кезде әкесі баласын да ұратын. Сергейді 8-ші сыныпта үйден қуып шығарған. Сергей көшеде немесе достарының үйінде тұрып жүрген. Бір уақытта Михаил әйелін қатты соққыға жыққан. Михаилге әйелі арыз жазған, бірақ полиция қабылдамаған. Ол сендердің жанұялық проблемаларың деп. Михаилдың полицияда таныстары да болған. Жанұясы Михаилдың не істейтінін де білмеген, қандай жұмыс жасайтынын да, кім болып істейтінін де беймәлім болған. Өйткені Михаилдан жұмысы туралы сұраған кезде Михаил шатағың болмасын деп боқтап та ұрып та қоятын. 2015 жылдың аяғында қарумен әйелін қорқытып, сабап не сен кетесің, не мен сені бала-шағамен қосып бірге өлтірем деп қуып шыққан екен үйінен. Кейін Михаил 3 қызмен жалғыз қалған. Уақыт өте келе ол қыздарынан да өшін алған. Ол қыздарын ойнастыққа мәжбүрлеген. Қыздарының бірі әкесінің бұндай іс-әрекетін көтере алмағандықтан өзіне қол жұмсаған. Ол қызды ауруханада жанын сақтап қалған. Әкесі қыздарына зорлық та, ұрып та, балағат сөзде айтып, және ойына не келеді соның бәрін істеген. Ангелина қызының бірі құрбыларына 10 шақты рет әкелерінің зорлық ететіні туралы хат жазған. Үлкен қызы Кристинаның айтуы бойынша оларды әкесі құл ретінде ұстаған. Әкесінің қолында қоңырау болған. Қоңырауды естіген 3 қыздың біреуі тез арада әкесіне бару керек. Егер сол мезетте қасында болмаса, қыздарды ұрып боқтайтын. Күндіз болсын, түнде болсын. Ол шақырғаннан кейін қыздарды жұмсайтын. Су алып кел, тамақ әкел, терезені жап, және де басқа жаман іске жұмсаған. Көршілердің айтуы бойынша олардың пәтерлерінде күнде айғай-шу болатын. Ал 2018 жылдан бастап Михаил қыздарын сыртқа шығармаған. Михаил Хачатурянды көршілері Трисемерки деп атаған. Оның Lexus автокөлігінде 777 нөмір болған. Ол көлігін ойына келген жерге қойған. Көршілері оған бірдеме деуге қорққан, өйткені ол боқтап төбелесетін. Бір жайтта бір әйел адамның аяғынан атқан екен. Оны алып кеткен полиция сол күні жібере салған. Сондықтан соң оған ешкім ештеңке демейтін. Көршілері бірнеше рет қыздардың айғайлаған дауыстарын естіген. Және де далада аяз болған кезде қыздарды жалаңаяқ шығарып ұрғанын да көрген. Сыныптастарының айтуы бойынша қыздар көк ала болып келетін мектепке. Сол үшін олар сабаққа бармай басқа жақта жүретін. Оларды мектептен басқа еш жаққа шығармайтын әкесі. Қыздар әкесінің бұндай ісін шешелеріне де айтпаған, қорыққан, уайымдаған. 27 шілде 2018 жылы Москва. Михаил Хачатурян үйіне қайта оралады. Ол бұл күнге дейін біраз психневрологиялық орталықта емделген. Келе салып 3 қызын ұрсып сабаған. Банк картасына көп ақша жұмсағаны және үй лас болғаны үшін. Ол бөлмесіне қыздарын жеке шақырып перцовый баллончикпен уландырған. Үлкен қызы Кристина иісті көтере алмай талып қалады. Кристинаның қиналғанын көрген сіңілілері Ангелина мен Мария әкелерін өлтіруге шешім қабылдады. Әкелері креслода ұйықтап қалған кезде қыздар келіп, біреуінде пышақ, біреуінде балға, біреуінде перцовый баллончик болады. Қыздар әкелерін пышақтап бастағанда Михаил тұрып сыртқа қашқан.
Лифтке келіп батырманы басқан кезде қыздардың бірі келіп жүрегіне пышақ сұққан. Олар 37 рет пышақтап балғамен әкелерін ұрған. Михаил Хачатурян жанын тапсырды. Қыздар әкесін өлтіргеннен кейін полицияға хабарласқан. Полицияға келмей тұрып киімдерін ауыстырып, қолдарын пышақпен кескен. Полицияға бізді зорламақшы болды, біз өзімізді қорғап өлтіріп қойдық деп айтайын деген екен. Кейін тергеу барысында қыздар әкесінің сол түні оларға тиіспегені туралы хабарлайды. Олар өздері барып ұйықтап жатқан Михаилды пышақтап өлтірген туралы айтады. Михаилдың туыстары айтуы бойынша қыздарды зорлаған, ұрған, боқтаған деген сөздер өтірікке шығарды. Қыздар әдейі әкесін өлтіріп, ақшасын пәтерді өздеріне алу болды деген ойларын айтты. Михаилдың туыстары айтуы бойынша қыздар әкелері жұмыспен басқа мемлекетке кеткен кезде олар ақшаны құртып, үйде кішігірім той жасап, ақшаны шашып, ішімдік алып ішкен, наркотикқа да барған, қаңғырған. Олар ойына келген істеген. Олар әкелеріне жануарлардың тағамын тамаққа да қосып берген екен. Бұл информацияны олар WhatsApp-тан алған. Қазіргі уақытқа дейін қыздарды әлі соттаған жоқ, әлі тергеу жалғасуда. Қалай ойлайсыздар? Қыздардың бұндай іске баруы әкесі тиран болғандықтан ба? Немесе ақша, пәтер ме? Немесе тәрбие дұрыс болмағандық па? Астағфирулла, Алла сақтасын баршамызды бұндай сұмдықтан. Аман болайық, ағайын. Сіздермен болған Fortress of History каналы.